Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін гүл чак-чак және грецкий орехпен чак-чак жасаймыз. Ал кеттік. Бізге керек болады ұн, тұз, нан содасы, сұйық май, мед, шекер, су, жұмыртқа. Бес жұмыртқамызды, тұзымызды, содамызды алып миксерлейміз. Жұмыртқамыз осындай болып, әдемі болып ағарды. Енді жайымен ұнымызды саламыз. Жай скоростьке қойып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. 2 сағатқа осылай пакетке салып қоя тұрамыз. 2 сағаттың ішінде 2-3 рет жақсылап басамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бізге өзімізге ыңғайлы болу үшін 2-ке бөліп жазамыз. Көп салмай ақ қояйық. Жұқалығын 1-2 миллиметрдей қыламыз. Тестімізді жаздық. Енді қараңыздар. Осы тесттің жартысына сұйық май құямыз. Жартысына тек қана. Соны шөткіліп жағамыз. Енді осылай 2-ке бүктейміз. Мен 3 саусақтың көлемінде қыламыз да. Отметілейміз 3 саусақ. Ал енді былай қыламыз да, бір бөлшек кесеміз. Мынаны жіңішке қылған себебіміз ортасын бүйтіп ашамын. Осылай қағазға төсеп 10-15 минутқа шамалы кептіре тұрамыз. Противенге салфеткамызды төсеп, майымызды қыздырып, қуырып аламыз. Ал кеттік.
Чак-чагымызды пісіріп алдық. Енді осының ортасына мынандай әдемілерін таңдап бөлек салып қоямыз. Бөлек жинаймыз. Сыртын әдемілеп безендіруге. Гүл чак-чак қылып әдемілеу үшін әдемілерін алып сортировка жасадым. Мыналарынан да қазір ортасына салып пайдаға астырамыз. Енді қазір сиробын жасаймыз. Ал кеттік енді сиробына. Шекерімді саламыз. Суымызды құямыз. Лимон қышқылын айтуға ұмытып кеттім. 1 чайна ложка лимон қышқылын саламыз. Газдың астын отын аздау қыламыз бірінші. Сосын жақсылап араластырамыз. Осы сироп қазір қайнағаннан кейін мёдін саламыз. Шекер мен су, лимон қышқылы қайнаватып, енді міне мёдімізді осы бір банканы түгел салып жібереміз. Мёд артық болмайды. Осы тағы да қатты қайнайды. Содан кейін уже дайын үстіне құямыз. Мынандай ыдыс аламыз. Осындай ыдыс алу міндетті емес. Басқа да размерді ыдысы алып жасауға болады. Мен қазір осы ыдысты алам. Сосын осыған форма жасайым. Сосын мынаның үстіне белай қалып, мына тарелкаге жабам. Сосын алып, қайтадан үстін шамалап басып, мына гүлдермен әдемілеп үстіне саламын. Пищевой пленкамызды. Дайындалып ыдысымызды. Мёдімізді құямыз. Ал енді әдемілеп гүл жасаймыз. Қатарластырып осылай қоямыз. Қатарластырып айналдырып. Чак-чагымыз дайын болды. Жасаңыздар, менімен бірге болыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыруға ұмытпаңыздар.